Саламатсыздар ма? Мен Канибекова Алмагүл Максутовна, Ақтөбе гуманитарлық колледжінің математика пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі оқитын дәрісімнің тақырыбы арифметикалық прогрессия. Бұл тақырып мектеп математикасы курсы негіздері пәні бойынша оқытылады. Сабақтың мақсаты арифметикалық прогрессия, арифметикалық прогрессияның айырымы, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы, арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының мәнін есептеу формулалары және қасиеттері жайлы түсінік беру. Өткен сабақта біз сандар тізбегі тақырыбын өттік, онда сандар тізбегі туралы түсінік алдық, тізбектің мүшелерімен таныстық, сандар тізбектің берілу тәсілдері мен қандай түрлері бар екенін анықтадық. Арифметикалық прогрессияның анықтамасын беру үшін біз осы сандар тізбегіне сүйене отырып дәлелдейміз. Арифметикалық прогрессияның анықтамасын бермес бұрын біздер сандар тізбегін құрастыру ережесін анықтап, тізбекті рекурренттік формуламен беруді үйренеміз. Ол үшін мынандай сандар тізбегін қарастырайық. 2, 5, 8, 11, 14. Бұл тізбектің рекурренттік формуласын анықтау үшін төмендегі формуланы қолданамыз. AN қосу 1 тең болады AN қосу D. Сандар тізбегінде бірінші мүшесі 2, екінші мүшесі 5. Екінші мүшесі бірінші мүшесінен 3-ке артық екенін көріп отырмыз. Енді екінші мүшесі мен үшінші мүшесін қарастырайық. Екінші мүшесі 5, үшінші мүшесі 8, 8 5-тен 3-ке артық. Енді төмендегі рекурренттік формулаға сүйене отырып, мынандай формула шығады бұл тізбекке. AN қосу 1 тең болады AN қосу 3. 3 дегеніміз сан тізбегіндегі әрбір келесі көршілес мүшесі 3-ке артық екені көріп отырмыз. Арифметикалық прогрессия екінші мүшесінен бастап, әрбір алдыңғы мүшесіне қандай да бір тұрақты санды қосқанда шығатын тізбекті атайды. Формуласы AN қосу 1 тең AN қосу D. D дегеніміз арифметикалық прогрессияның айырымы, D бізде тұрақты сан. A1, A2, A3, AN арифметикалық прогрессия болады, егер барлық натурал n үшін мына теңдік орындалса. AN қосу 1 тең AN қосу D. Арифметикалық прогрессияның айырымын табу үшін D-ні төмендегі формуланы пайдаланамыз. D тең болады AN қосу 1 азайту AN. Егер де D 0-ден артық болса, бізде прогрессия өспелі. Егер D 0-ден кіші болса, онда арифметикалық прогрессия кемімелі. Енді арифметикалық прогрессияның қасиеттеріне тоқталайық. A1, A2, A3, AN азайту 1 AN, AN қосу 1 арифметикалық прогрессияның екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі көршілес екі мүшесінің арифметикалық ортасына тең. Формуласымен жасап, AN тең болады бөлшек алымында AN азайту 1 қосу AN қосу 1 бөлінген 2. Арифметикалық прогрессияның екінші қасиеті арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласының берілуі. A1 арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі, D арифметикалық прогрессияның айырымы. Енді A2-ші мүшесін табу үшін A1-ге D-ні қосамыз. A3-ші мүшені табу үшін A2-ге D-ні қосамыз. Егерде A2 белгісіз болса, онда A1-ге D-ні қосып, оған D-ні қосамыз. Бұл өрнекті ықшамдап, A1 қосу 2D екенін табамыз. Солай арифметикалық прогрессияның әрбір мүшесін табуға болады. Төменде шыққан формула AN тең болады A1 қосу N азайту 1 жақшаның ішінде көбейту D. Бұл арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін анықтау формуласы. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесімен айырымын атаңдар дейді. Мысалы, сандар тізбегі берілсін 6, 8, 10, 12. Бірінші мүшесі дегеніміз бірінші орында тұрған сан 6. Айырымын табу үшін екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтамыз. 8-ден 6-ны азайтамыз. Ол бізде 2. Сонда A1 бізде 6, D тең болады 2. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 5 мүшесін жазыңдар. Егер A1 тең болады 7, D тең болады 5. Бірінші мүшесі 7 болса, екінші мүшесін табу үшін 7-ге 5-ті қосамыз. Ол бізде 12 болады. Келесі мүшесін табу үшін үшінші 12-ге 5-ті қосамыз. 17. Солай арифметикалық прогрессияның 5 мүшесін анықтауға болады.
Келесі мысалда да солай. А1 11-ге тең болса, d минус 2-ге тең болса, 11-ге минус 2-ні қосамыз. Екінші мүшесі 9-ға тең болады. Солай сандар тізбегінің 5 мүшесін анықтауға болады. Sn символы мен арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын белгілейміз. Sn тең болады A1 қосу A2 қосу көп нүкте қосу AN. Енді осы арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын мәнін есептеу формуласын жазайық. Sn тең болады бөлшек алымында A1 қосу AN бөлінген 2 көбейту n. Бұл формуланың екінші түрі де бар. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшелерінің формуласын пайдаланып, арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласы Sn тең 2A1 қосу жақшаның ішінде n азайту 1 көбейтуді бөлімінде 2 көбейту n. Енді қысқаша тарихына тоқталып кетейік. Прогрессия термині латын тілінен алынғанда прогрессияның алға жүру дегенді білдіреді. Бұны Рим авторы Боэци 6 ғасырда енгізген. Мына суретте Карл Фридрих Гаусс. Бұл неміс математигі, астроном және физик. Арифметикалық прогрессия үшін жазылған формуласына байланысты бұл атақты математик Гаусс өмірінен қызықты эпизод аңызға айналған. Мұғалім өзге сынып оқушыларының жұмыстарын тексеру мақсатында алдындағы оқушыларына 1-ден 40-қа дейінгі сандардың қосындысын табуды тапсырады. Бұл есепті 9 жасар Гаусс 1 минутта шығарып жауабын айтқан. Оның есепті шығару тәсілі мынандай еді. 1, 2, 20, қосу 40, 39 кейінмен түрі 21-ге дейін. Сонда мұндай парлар саны 20 болғандықтан берілген қосындыны 41-ді 20-ға көбейтті. 820-ға тең екенін анықтады. Яғни Гаусс бұнда арифметикалық прогрессияның заңдылықтарын қолданды. Білу ғана аз. Сол білетін біліміңді іс жүзінде қолдана алу керек дегендей, жоғарыдағы теориялық материалға сүйене отырып, практикалық бөлімге көшеміз. Ол үшін мынандай мысалдар қарастырайық. Жоғарыдағы берілген рекурренттік формулаға AN тең болады A1 қосу жақшаның ішінде n азайту 1 көбейтуді формуласын пайдаланып, төмендегі есептерді шығарайық. Мысалы, A1 тең болады 3, D тең болады 4, A 20-шы мүшесін табу керек. Ол үшін жоғарыдағы формулаға сүйене отырып, біздер осы формулаға белгілі мәліметтерді қоямыз. AN тең болады A1 қосу, n дегенді 20, 20-дан 1-ді азайтсақ 19 көбейту D. A20 тең болады A1 қосу 19 көбейту D. Бізде A1 белгілі, D белгілі, сондықтан рекурренттік формуланың орнына мәндерін қойып, 3 қосу 19 көбейту 4 тең болады 79 екен анықтаймыз. Екінші мысалы да солай есептеп, жоғарыдағы формулаға сүйене отырып, мәнін табуға болады. Келесі мысалды қарастырайық. 25, 21, 17, 13 арифметикалық прогрессия тізбегі берілсін. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын табу керек. Ол үшін бізде бірінші мүшесі 25, екінші мүшесі 21, айырымын табу үшін екінші мүшесінен A2-ден бірінші мүшесін азайтамыз A1-ді. Сонда 21-ден 25-ті азайтамыз. Ол бізде минус 4-ке тең. Келесі формулаға сүйене отырып, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын анықтау формуласына сүйене отырып, AN тең болады. A1 бізде 25, қосу жақшаның ішінде n азайту 1, D бізде минус 4 тең болады. 25 азайту минус 4-ті n-ге көбейтсек минус 4n, қосу минус 4-ті минус 1-ге көбейтеміз, қосу 4 болады. Енді өрнекті ықшамдап 29 азайту 4n формуласын анықтады. Келесі, егер бізде A1 3-ке тең болса, A10 17-ге тең болса, онда бізде арифметикалық прогрессияның қосындысын есептейміз, S10-ды есептейміз. A1 тең болады 3, A10 тең болады 17, формула бойынша бірінші мүшесі мен n-ші мүшесін қосып, 2-ге бөліп, n-ге көбейтеміз. Мұнда 100 шығады. Келесі, арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңдар. Минус 23, минус 20. S10-ды табу керек.
Айырымын табу үшін біз екінші мүшесінен минус 20-дан бірінші мүшесін азайтамыз. Минус 23-ті бізде 3 болады. Жоғардағы формулаға сүйене отырып, 2 көбейту минус 23 қосу d көбейту 3 бөлінген 2 көбейту есептеу жүргізе отырып, минус 95-ке тең екенін анықтады. Егер сан тізбегінің екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі көршілес мүшелерінің арифметикалық ортасына тең болса, онда берілген сан тізбегі арифметикалық прогрессия болып табылады. Мысалы, 25, 21, 17, 13 тізбегі арифметикалық прогрессия бола ма? Ол үшін А2 бізде 21, А3 17, А4 13. Енді А3-ті есептеу үшін А2-ге А4-ті қосып, оны 2-ге бөлеміз. Әрбір мәннің орнына, әрбір мүшелердің орнына мәндерін қоямыз. 17 тең бөліміне 21 қосу 13, алымына 2. Сонда бізде 21-ге 13 қоссақ 34 шығады. 34 2 өлсек 17, 17-ге тең. Демек, бұл тізбек арифметикалық прогрессия болады. Мысалы, мынандай есеп қарастырайық. Арифметикалық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің қосындысы 26-ға тең, ал оның екінші мүшесі 5-шісінен 6-ға артық. Үшінші және 5-ші мүшелерінің қосындысын табыңыз. Ол үшін арифметикалық прогрессияның үшінші мүшесінің формуласын қолданып, АН тең болады А1 қосу d көбейту жақшаның ішіне n-1. Біздер теңдеулер жүйесін құрастырамыз. А1 қосу А4 26-ға тең екен білеміз, бірінші мен төртінші мүшесі. А2 мен А5-ші мүшелерінің айырымы 6-ға тең екен білеміз. Енді А4-ті біздер А1 3D деп жазаламыз. А2-ні А1 қосу D деп жазаламыз. А5-ті А1 қосу 4D деп жазаламыз. Енді осы әрбір теңдеуді өрнектеп, мынандай жүйе шығады. 2А1 қосу 3D тең болады 26. Екінші теңдеуде жақшаларды алып тастаймыз, өрнекті ықшамдаймыз. Минус 3D тең болады 6. Бұдан d-ні есептеуге болады. Арифметикалық прогрессияның айырымы ол минус 2-ге тең. Енді бірінші теңдеудің орнына d-нің мәнін қоямыз. 2А1 қосу 3 көбейту минус 2 тең болады 26. Қарапайым теңдеу шеше отырып, А1 бірінші мүшесі арифметикалық прогрессия 16-ға тең екенін таптық. Енді бізде үшінші және бесінші мүшелердің қосындысын табу керек. Сондықтан А3-ті біздер А1 қосу 2D деп жазамыз. Әрбір мүшенің мәндері берілген, сондықтан 16 қосу 2 көбейту минус 2 тең болады 14. А5-ші мүшенді А1 қосу 4D деп формуламен жазамыз, ол 8-ге тең. Енді 2 мүшенің қосындысы 14 қосу 8 тең болады 22 анықтады. Енді арифметикалық прогрессияны өмірде қолданысы өте көп. Мысалы, еркін металлургияда қолданады. Еркін құлаған дене бірінші секундта 5 минут, ал әрбір келесі секундта 10 минут артық жүрді. Егер дене шахта түбіне 5 секундта жеткені белгілі болса, шахтаның тереңдігі қандай дейді? Бізде А1 5-ке тең бірінші мүшесі, D айырымы 10-ға тең. Енді А5 5-ке жеткенше деді ғой. А5 бізде А1 қосу 4D. Сонда А5 бізде 45-ке тең. Енді S5-ті табамыз. А1 қосу А5 көбейту N бөлінген 2. Ол 125 метр екенін, шахтаның тереңдігі 125 метр екенін анықтады. Келесі биологияда да қолданылады арифметикалық прогрессия. Және банкте есептеулерде қолданылады. Мысалы, салым 10 000 теңге болса, банк жылдамдығы өсімін 10% берсін, салым 5 жылға салынсын дейді. Егер сіз қарапайым процент стратегиясы таңдансақ, 5 жылда 5 000 теңге, яғни 15 000 теңге шығатын белгілі болады. Енді бұл тақырыпты бекіту үшін мен сіздерге мынандай тест ұсынамын. Тапсырмалар 3 жауабы бар, 4 тапсырма. Бірінші тапсырма 3, 7, 11 арифметикалық прогрессияның 6-шы мүшесін тап. Екінші, берілген тізбектердің қайсысы арифметикалық прогрессия болады? АН тең болады 3N, азайту 2 түрінде берілген арифметикалық прогрессиясын А1 және D-ні тап. А1 тең болады 9 және D тең болады 5 табу керек А18-ді. Есептеулер жүргізе отырып,
жауаптарын табыңыз. Жауаптарын тексеру үшін дұрыс жауапты мен шығарып қойдым. Бірінші жауабы Б 23, екінші жауабы Б -3 -6 -9 -12, үшінші есептің жауабы А, А1 1-ге тең, Д -2-ге тең, төртінші есептің жауабы С, А18 тең болады 94. Осылай өз жауаптарыңызды тексеруге болады. Үйге берілетін тапсырма 10-шы параграф 168 бен 170-ші есептер шығарамыз. Енді өз білімдеріңізді, қандай нәтижеге жеткендеріңізді білу үшін баспалдақ стратегиясын қолданамыз. Төмендегі сатыда мағыналы қосымша есептер шығару керек, көп қате жіберем. Екінші сатыда мен түсіндім, бірақ арифметикалық прогрессияның мүшесінің формуласын қолданып, кейбір есептер шығаруда қателесемін. Жоғары сатыда мен барлығын түсіндім. Арифметикалық прогрессияның мүшесінің формуласын қолданып, есептерді дұрыс шығара аламын. Әрқайсыңыз өз білімдеріңізді қай сатыға қоятыныңызды тауып, баспалдақ стратегиясына өз білімдеріңіз бойынша өздеріңізді орналастырыңыздар. Дәрісті тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.